Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында лағманның тұздығын жасауды көрсетемін. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді, керемет болып шығатын тұздықты жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Бізге сәбіз, қырыққабат, болгар бұрышы, лоба, сарымсақ түйіршіктері, пияз, одан кейін ет қажет болады. Қазанымызға өсімдік майын құйып, үстіне етімізді қызарғанша қуырып алып, ұсақтап туралған пиязымызды салып, асықпай қуырып аламыз. Осының үстіне сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Енді осының үстіне лобамызды салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Қара бұрыш пен тұзды осының үстіне қосамыз. Қара бұрыш пен тұзымызды қосып болғаннан кейін үстіне қырыққабатты салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Енді осының үстіне сарымсақ түйіршіктерін салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Қызыл жасыл болгар бұрышын қосып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Ендігі кезекте бір ас қасық соя тұздығын қосып, тағы да араластырамыз. Томат пастасын бір немесе бір жарым қасық осылай қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз да қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Лағман тұздығына суды кішкене сәл асырып құйсаңыздар болады. Қатты құйып қоймаңыздар, себебі сұйық болып кетуі мүмкін. Тұздың дәмін көріп, татымына қарай тағы да тұз қостым. Ең соңында лавр жапырағы мен сарымсақты ұсақтап қосасыздар. Осымен үй жағдайында лағманның тұздығы дайын, отбасыларыңызға жасап көрсеңіздер болады. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.